Қазақ хандығының 550 жылдығы мен Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдық мерейтойымен орай Теміртау балалар және жасөспірімдер театры алғаш рет Петропавлға келді. Гастрольдік сапар барысында әртістер балалар мен ересектерге арналған спектакльдер сахналауда. Теміртау балалар және жасөспірімдер театрының 25 жылдық тарихы бар. Осы уақытта олар 150 спектакль қойып үлгерген. Ұжымның еліміздің басқа облыстары және шетелдің режиссерларымен бірлескен жобалары көп. Репертуарларындағы барлық қойылымның 30%-ын шақыртылған режиссерлар сахналаса керек. Работаем мы не только в городе Теміртау. Біз тек Теміртау қаласында ғана жұмыс істемейміз. Гастрольдік сапарлармен басқа облыстарға, Қарағандының аудандарына барып тұрамыз. Репертуарларымыздағы спектакльдердің 70% балаларға, 30% ересектерге лайықталған. Жас көрермендер театры тәжірибе алаңы, сондықтан біз барлық жастағы көрермендермен түрлі жанрдағы спектакльдер қоюға тырысамыз. Теміртаулықтар Петропавлға балаларға арналған ертегілермен қатар ересектерге арналған спектакльдерінде ала келіпті. Солардың бірі ағылшын драматургы Джон Флетчердің «Как управлять женой» атты туындысы. Басты рөлдегі Леонның рөлін сомдаушы Олег Керимов спектакль осыдан 500 жыл бұрын жазылғанмен, ондағы мәселелер қазір де өзекті дейді. Драматург жил и творил во времена Шекспира. Бұл драматург Шекспирдің кезінде өмір сүрген, сол уақыттың жазушысы, сондықтан оның шығармаларын зерттеген кезде Шекспирдің туындыларына да сүйендік. Сол кездегі мәселелер қазіргі таңда да көтеріліп жүр. Адамдар өзгергенмен уақыт талабы әйелдердің басқарушы болсам деген ниеттері сол қалпында. Спектакльді қойған кезде мен киноға түсіп жүрдім. Дайындыққа уақытым аз болды. Бұл рөлді сахналастарымның ойынына сүйеніп шығардым. Олег Керимов Петропавлдық көрерменнің спектакльді көру мәдениетіне дән риза. Кішкентай көрермендердің өзі қызығушылық танытып, ерекше ықыласпен тамашалады дейді. Сәбит Мұқанов атындағы Қазақсызды драма театрының ұжымы болса, екі жақты әріптестіктің жалғасатынына сенімді. Біздің қаламыздың балабақшаларында және де аудан аралығында өнерлерін көрсетіп отыр. Бұл театр өте тарихы мол театр. Біздің театрдан 15 жас үлкен театр екен. Сол біздің ортамызда жаңағындай шығармашылық қарым-қатынастар орнап, Құдай қаласа біздегі сол Теміртауға барсақ деген ниетте тұрмыз. Теміртаулық әртістердің негізгі мақсаты өнерлерін басқа да облыс көрермендеріне насихаттап, өзара әріптестік орнату. Олардың гастрольдік сапарлары 30 қыркүйекке дейін жалғасатын болады. Фариза Жазитова, Александр Шереметьев, Ақпарат.